ауыл ұлт мәдениетінің қара шаңырағы қайнар көзі ғой. Осы ауылдың балалары мәдениетті, жаңағы инноватты етіп тәрбиелеп отырған, білімді етіп тәрбиелеп отырған ата-аналарына мың алғыс. Негізінде Құдайға мыңда бір шүкір, осындай сыныптардың тұрғанына. Өте жақсы үлгілі сыныптар болды. Барлығы дарынды, жалынды жастар деп сенім артамын. Солардың алдыңғы қатарындағы жігіттердің бірі Абзал. Ақниеттің маңдайының жұлдызы бар деп есептеймін. Енді Абзал, Ақниет бір-бірінің алдында еттарына үлкен жауапкершілік жүктеліп тұр. Отбасыларының шаңырақтарын ешқашан шайқалмасын. Біреуің дауыл болып тұрып жатқанда, біреуің су болып себелеп, бір-біріне сүйеу болыңдар, сенім артыңдар, өбірі-жібірі болып өсіп-өніңдер, ата-аналарының жүзін жерге қаратпаңдар. Сен де мұғалімсің ғой, Каспарик. Рахмет. Той боласыңдар. Құдай болды. Шапыла қарайшы. Бұшын дайын мала не деп бітті болуы. Қосыламыз енді, Құдай қаласа жаңа мен өз ортасына тұрып алғанына байқаған ем негізді. Америка сен сөйлейсің, пәлестен аулақ деп адық. Сен менен бұрын нәп сөйлейсің деп пәлес шығарат деп отырмыз. Айтсын ба? Гаухар, кәнділерін әкетіп қалам ба деп өлі бар. Жас өтінек айтыңызшы. Құрметті қонақтар, барлықтарыңызды бүгінгі болып жатқанына тоймен құттықтаймын. Аға, жеңге, сіздердің алғашқы қуаныштарыңыз, қыздардікіне бардыңыздар, Аллаға шүкір. Мынау қуаныштарыңызға ортақпын. Сіздерге тек қана бақыт тілеймін. Осы ұл қыздарыңыз сіздерді рахатқа бөлеп жүре берсін. Ал енді жастарға тілерім, бақытты болыңдар. Өмірдегі жер сияқты шұңқырлардан еш уақытта сүрінбей, бір-біріңді жетелеп сатмай беріңдер. Рахмет. Рахмет айтқаныңыз кезде. Ұстазым менің, ұстазым өзіме өте күш жазды. Мен нұреке болары болды ғой. Ішінде ең болғанда бір азғантай сөйлейді екен өзі бірінші класстан берген. Бастауышқа бір доп болшаған. Негізі ана бірінші сөйледік деп жатыр ғой. Мынау молодец дейсіз демей тұрған. Концерттің соңында кім шығады? Роза Армаева, Мақпал Жүнісова шығады ғой. Мәйдешілер бірінші сөйлеп кетеді. Жақсы деген өзіңнен болса. Рахмет Аманда Жолдас. Құрметті тойшыл қауым, бүгінгі екі жастың қуанышына барлығымыз ортақтасып отырмыз ғой. Той бәрімізге құтты болсын, жұмысты болсын. Самат Гаухар, үміттерің ақталып, Құдай қаласа, келін адалынан болып, осы шаңыраққа салихи ұрпақтар келе берсін. Енді рахмет, бұлай мен ойлаған жоқпын. Сынып жетекшілерін тізіп қояды деп. Енді білімнің негізі бастауышта фундаменті қаланады дейді ғой. Осы сыныпты дайындап, жоғары сыныпқа біріншіден алынып берді. Одан кейін негізгі білім қалыптасатын 5-ші, 8-ші, 9-ші сыныптарда мен сынып жетекші болдым. Одан соң соңғы түйенің жүгі ауыр дейді ғой. Аттестатқа дайындалып, ұтыға дайындағанда соның ыстық суығына төзіп жүгіріп жүрген айрапайы болды. Рахмет, осылайша сізге елемеске сөз беріп жатқандарына. Абзал, Ақниет, егеменді елді, үлгілі отбасылар қатарынан бола беріңдер. Шығаршымдарың биік болсын, бір-біріңе сенімді болыңдар, махаббаттарыңа адал болыңдар. Тек қана әрі ұстаз ретінде, әрі құрдас ретінде осы шаңырақтың бұдан да үлкен қуаныштарында бас қосып жүре берейік. Әрине. Сөйлеген деп алып не болса. Рахметтерге табыс болсын, Абзал байқадың ба? Қазір мақтап